Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді, керемет болып шығатын пирог дайындайтын боламыз. Бұл варенье мен пирог. Барлығымыздың асханамызда табылатын заттардан дайындалады. Және алғашқы дайындағаннан ақ отбасыңыздағылардың барлығына ұнайтын пирогтардың бірі. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Бізге қажетті заттар бұл ұн, қант, жұмыртқа, сары май, қопсытқыш және шым-шым тұз. Ұнды ыдысымызға елеп аламыз. Үстіне сары майымызды салып, үккіштің көмегімен немесе пышақтың көмегімен майдалап сары майымызды үгітіп аламыз. Дәл осылай қамырымыз бен сары майымыз біріккен соң, оның үстіне разрыхлитель, шым-шым тұз және қант қосып араластырамыз. Ал енді жұмыртқаны қосып, қамыр илеп аламыз. Қамырымыздың консистенциясы осылай болу керек. Міне қамырымыз дайын болды. Енді осыны мұздатқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Ал енді салмасын дайындаймыз. Менде мұнда варенье, сливаның вареньесі. Кішкене ішінде іртіктері болғандықтан оны жазып біркелкі қалыпқа енгізіп аламыз. Ол үшін мен мұнда ситаны қолдандым. Ал енді сіздерде блендер болса, блендердің көмегімен жылдам ғана жасап алсаңыздар болады, немесе вилканың көмегімен жай ғана езіп шықсаңыздар болады. Мен осылай жасап шықтым. Не салмасы дайын болды. Ал енді қамырымызды алып, екіге бөліп, формамызға салып аламыз. Екіге бөлгенде бір бөлігін кішілеу қылып аламыз, оны мұздатқышқа салып қоямыз. Қалған бөлігін осылай формаға бөліп салып, формамызды жасап аламыз. Үстіне енді вареньені салып, шет-шетін тегістеп шығамыз. Енді қамырдың қалған бөлігін теркадан өткізіп аламыз. Пирогымыз дайын. Енді 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Пирог дайын болды. Пирогты формадан алып, үстін шоколадпен немесе осылай сахарный пудрамен әсемдеп шығамыз. Сонымен пирогымызды кесіп, дастарханымызға қоя берсек болады. Өте нәзік әрі дәмді болып шығады пирогымыз. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Рецепт өте оңай және қолжетімді заттардан дайындалады. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, маған лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Тәттілер мен дәмді тағамдар жасап, осылай отбасыларыңызды қуанта беріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.